Құрметті білім алушылар, бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы кен орындарының ашылуы және оған қойылатын талаптар. Кен орны дегеніміз не? Неліктен маңызды? Кен орны дегеніміз жер қойнауындағы көмірсутектердің, мұнай мен газ және де басқа да пайдалы қазбалардың шоғырланған орны. Бұл табиғи ресурстар әлемдік экономиканың қозғаушы күші болып табылады. Энергетикалық тәуелсіздік, экономикалық өсім мен жұмыс орындары, халықаралық саудадағы рөлі. Кен орынды ашудың негізгі қадамдары. Бірінші, геологиялық барлау. Болашақ кен орнының орналасқан жерін анықтау және оның әлеуетін бағалау. Екінші, құқықтық ресурстар, рұқсаттар. Заңды нормаларға сәйкес қажетті лицензиялар мен рұқсаттарды алу. Үшінші, техникалық дайындық. Бұрғылау жұмыстарына және өндіріске қажетті инфрақұрылымды құру. Төртінші, өндіріс және дамыту. Көмірсутектерді, пайдалы қазбаларды өндіру және оны тұтынушыларға жеткізу. Геологиялық барлау, ресурс бағалау. Кен орнында ашудың алғашқы және ең маңызды кезеңі мұқият геологиялық барлау жүргізу. Сейсмикалық зерттеулер, жер асты құрылымын анықтау үшін дыбыс толқындарын пайдалану. Бұрғылау және сынама алу. Геологиялық үлгілерді алу және оларды зертханада талдау. Қорларды бағалау. Кен орындарының көлемі мен өндірістік әлеуетін есептеу. Құқықтық және рұқсат беру талаптары. Кен орындарын игеру үшін қажетті заңды және реттеуші талаптарды сақтау өте маңызды. Жер қойнауын пайдалануға лицензиялар, экологиялық рұқсаттар мен келісімдер, жергілікті заңнамаға сәйкестік, әлеуметтік келісімдер. Техникалық және инфрақұрылым дайындық. Мұнай мен газды, пайдалы қазбаларды тиімді өндіру үшін заманауи технология мен нық инфрақұрылым қажет. Бұрғылау қондырғылары, жоғары технологиялар бұрғылау жабдықтарын қолдану. Құбыр желілері, өндірген шикізатты тасымалдауға арналған инфрақұрылым. Басқару жүйелері, өндіріс процестерін қашықтан бақылау және басқару. Қоршаған ортаны қорғау және әлеуметтік жауапкершілік. Кен орындарды игеру кезінде қоршаған ортаға және жергілікті халыққа зиян келтірмеу өте маңызды. Экологиялық мониторинг, қоршаған ортаға әсерін тұрақты бақылау. Қалдықтарды басқару, қалдықтарды кәдеге жарату және қайта өңдеу. Жергілікті қауымдастықпен өзара іс-қимыл, әлеуметтік жобаларға инвестиция салу. Қаржылық және экономикалық негіздеме. Кен орындарды ашу және игеру үлкен инвестиция талап етеді және экономикалық тұрғыдан тиімді болу керек. Капиталдық шығындарды есептеу, тұрақты қаржыландыру көздерін табу, болжалды кірістер мен шығыстарды талдау, рентабілдікті арттыру стратегиялары. Барлау, инфрақұрылым, өндіріс, экология. Тәуекелдерді басқару және тұрақты даму. Мұнай, газ және пайдалы қазба секторындағы кез келген жоба тәуекелдермен байланысты. Оларды тиімді басқару қажет. Геологиялық тәуекелдер, қорлардың болжанғаннан аз болу мүмкіндігі. Экологиялық тәуекелдер, апаттар мен қоршаған ортаға келтірген зиян. Экономикалық тәуекелдер, пайдалы қазба бағасының құбылмалылығы мен нарықтық сұраныс. Саяси реттеуші тәуекелдер, заңнаманың өзгеруі немесе саяси тұрақсыздық.